Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы аниондарға сапалық реакциялар. Өткен сабақта катиондарға сапалық реакциялар көрген едік, енді бүгін аниондарға. Аналитикалық химияда иондарды анықтауда көбінесе топтық реагенттер көмегі жүзеге асырылады. Топтық реагент деген сөз бұл бірнеше катиондарды бір ғана анионмен анықтауға болады. Сол себепті бұндай иондарды топтық реагенттер деп те атауға болады. Мысалға, мыс пен темірді анықтау үшін топтық реагент бұл гидроксид ионы. Себебі мыс пен көк түсті тұнба беретін еді, ал темірмен 2 валентісімен жасыл, 3 валентісімен қоңыр тұнба береді. Демек, бір анионмен бірнеше катиондарды анықтауға болады деген. Сол себепті бұндай реагенттерді топтық реагенттер деп атайды. Демек, топтық реагент аниондарды анықтау үшін топтық реагент бұл күміс катионы. Күміс катионы хлорид ионын, бромид ионын, ядид ионын және фосфат иондарын бір ғана күміс ионмен анықтайды. Сол себепті мына 4 анионды сапалық анықтау үшін қолданылатын топтық реагент күміс катионы. Демек, хлормен ақ түсті, броммен сарғыш түсті, йодпен сары түсті тұнба береді. Ал фосфат иондарымен сары түсті тұнба беріледі екен. Екінші енді. Сульфат ионын анықтау үшін барий катион қолданылады деп жатыр. Бұл жерде сульфат ионы натрий сульфаты, суда еритін тұздар болса, күкіртшыл болатын болса, демек оларға барий хлориді немесе барий гидроксиді, барий нитраттарын қосу арқылы реакциядан кейін суда да қышқылда да ерімейтін ақ түсті барий сульфатының тұнбасы түзіледі. Ал енді сутегі катионы қандай иондарға топтық реагент болады? Оларға мүмкіндігінше әлсіз қышқылдар немесе тұрақсыз қышқылдарға. Карбонат анионына, сульфид анионына және силикат аниондарына сутек катиондары топтық реагент болады. Сутек қосқан кезде карбонат иондары көміршыл газын түзіп газ түзеді, сульфид иондары күкіртті газ түзеді, ал кремний қышқылының қалдығы суда ерімейтін кремний қышқылының ілкілдек зат түзеді. Демек, бұл карбонат, сульфид және силикат иондарын сапалық анықтау үшін қолданылады екен. Енді осы топтық реагенті жоқ қосылыстар да бар, немесе аниондар да бар. Оларға нитрат ионы жатады. Нитраттардың барлығы суда ериді. Тұнба жоқ, сол себепті оның топтық реагенті жоқ. Топтық реагент жоқ, бірақ нитрат иондарын анықтау үшін натрий нитраты, одан кейін мыс, күкірт қышқылын қосып қыздыратын болсақ үшеуін, реакциядан кейін көк түсті мыс екі сульфаты ерітіндісі, сонымен қатар қоңыр түсті газ пайда болады. Мына бұл ерітіндінің құрамында нитрат иондарының бар екенін анықтайды. Ұлттық бірыңғай тестілеуде бұл сұрақтар түсіп жатыр, сондықтан реакция теңдеуін, коэффициенттер қосындысын, түстерін жаттан білген дұрыс. Әрі жұмбақ заттарды шешуде пайдасы көп болады. Ал енді бұл және бір тоқталып кететін нәрсе, аниондар сапалық анықтауда өзінің кестелер, мына кестеге сүйене отырып жаттап алсақ өзімізге оңай болады. Жоғарыда айтып кеттік біз. Хлор, бром, йод және фосфат иондарына топтық реагент бұл күміс иондар екен. Хлормен ірімшік тәрізді ақ тұнба, есте қалсын, ірімшік тәрізді. Броммен сарғыш, йодпен сары, сонымен қатар фосфат иондарды сары тұнба береді екен. Және топтық реагент сутек деп айттық. Сутек топтық реагент ретінде сульфид иондарына, қышқылмен реакцияға түскен кезінде тұтанған сіріңке иісінде өткір иісті күкіртті газ, SO2 газ түзіледі. Мына сіріңке иісінде деген нәрсені жаттап алуымыз керек. Сонымен қатар карбонат иондарына, бұл жерде оксион лайлайтын иіссіз газ бөлінеді. Үшіншісі, силикат аниондарын анықтау үшін қолданылады екен, іркілдек ақ тұнба пайда болады. Бұлар топтық реагенттер.
Ал енді нитратион жоғарыда айтып кеттік. Бұл жерде сапалық реакция ретінде қоңыр түсті газ бен көк түсті ерітінді түзіледі екен. Ал енді бізде қалды сульфат ионы. Катиондарды анықтап жатқан кезде барийді сульфат ионымен анықтаған едік, суда да қышқылдарда да ерімейтін ақ тұнба түзеді деген едік. Демек сульфат аниондарын анықтау үшін барий катиондары қолданылады. Гидроксид иондарын сутек иондары сияқты индикаторлармен анықтаймыз. Негіздік ортада лакмус көк түске, метил оранж сары түске, фенолфталин таңқурай түске бөлінеді. Ал күкірт сульфид иондарын анықтау үшін қорғасынның суда еритін тұздары қолданылады. Ол жерде қара түсті тұнба түзіледі екен. Мына осымен достар, біздің мән беретін жерлеріміз. Топтық реагенттерді білу. Демек, топтық реагент хлор, бром, йод және фосфат иондары үшін күміс екен. Сульфид, карбонат, одан кейін силикат иондары үшін сутегі катиондары топтық реагент бола алады. Одан кейін мүмкіндігінше анықтауға қажетті реактивтер мен сапалық реакциялардың нәтижелерін жаттан білу шарт. Ал достар, осымен аниондарға сапалық реакциялар тақырыбымыз аяқталды. Сау болыңдар достар.